Биыл ұлы жеңіске 75 жыл. 1941 жылдың маусымында басталып 5 жылға созылған сұрапыл соғыстың аяқталғанына тура 75 жыл. Жеңіс туын желбіретуге сол кездегі Кеңес одағының құрамында болған Қазақстан азаматтары қомақты үлес қосты. Осы орайда Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті Ұлы Отан соғыс және тыл ардагерлерінің үйіне арнайы барып құттықтап, құрмет көрсетті. Құттықтап келген бізді құшақ жая, қуанышпен қарсы алған ардагерлеріміз өздерінің өткенімен бөлісіп, кейінгі ұрпаққа амандық пен бейбіт өмір тіледі. Тыл ардагері университетіміздің ұлағатты ұстазы Раиса Оразалықызы ән шырқап, көтеріңкі көңіл күйімен бөлісті. Ардагерлерімізге университет ректоры Махметғали Сарбековтің құттықтау марапатын ұсынып, қаржылай сыйақы берілді. Бүгінде Тараз қаласында 33 соғыс ардагері бар. Мерекеге орай Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасы бойынша жергілікті бюджеттен бөлінген қаржылай сыйақымен президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын Ұлы Отан соғыс ардагері Алексей Пощенконы университет басшысы Махметғали Нұрғалиұлы мен кәсіподақ төрағасы Берік Құсайынов жеткізді. Дулати университеті адамзат тарихындағы ең қатыгез соғыста жеңімпаз атанған әкелердің, ағалардың, аталардың ұрпағы екенімізді әрдайым мақтан етеді. Және қазақ халқын 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтайды. Бейбіт өмірді әкелген ардагерлеріміз әрқашан аман болғай.